Сәлеметсіздер ме? Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Үржар колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты Тұрысбекова Жанар Қажымқызы. Қазақ әдебиеті пәні. Сабақтың тақырыбы Әзілхан Нұршайықов «Ақиқат пен аңыз» романы. Сабақтың мақсаты: білімділік, Әзілхан Нұршайықовтың өмір жолы мен шығармашылығынан мағлұмат беру. «Ақиқат пен аңыз» романның жанрлық ерекшелігін анықтау. Романның жазылу тарихы. Жазушының кейіпкер мінезін диалог арқылы суреттеу ерекшелігін талдау. Шығарманың көркемдік сипатын ашу. Дамытушылық: студенттердің дүниетанымын кеңейту, ойлау өрісін дамыту. Тәрбиелік: жазушы шығармалары арқылы адами қасиеттерге баулу. Сабақтың эпиграфы ретінде мен Бауыржан Момышұлының «Адам болу қасиет, азамат болу міндет, ал патриот болу парыз. Барлық адам өзінің патриоттық парызын бұлжытпай өтеуі тиіс» деген сөзін аламын. Бұл сөз әлі күнге шейін өзінің маңызын жойған жоқ деп есептеймін. Әзілхан Нұршайықовтың өмір жолына көз жіберетін болсақ, жазушы 1922 жылдың 15 желтоқсанында бұрынғы Семей облысы Жарма ауданының Келінсүйегі деген жерде дүниеге келген. 14 жастан бастап поэзияға ден қоя бастаған. Алғашқы өлеңдері мен мақалалары жарық көрген. Жас ақын Семейдегі Абай атындағы қазақ педагогикалық училищесіне оқуға түсіп, оны аяқтаған соң сол қаладағы Крупская атындағы педагогикалық институтта оқиды. 1940 жылы Жарма облысындағы орта мектепте мұғалім болып қызмет атқарады. 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысады. Соғыстан кейін Қазақ ұлттық университетін бітірген. 1953-1979 жылдары Қазақстан пионері газетінің бөлім меңгерушісі, Социалисті Қазақстан газетінде әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, редактордың орынбасары. 1953-1956 жылдары Павлодар облысы Қызылту газетінің редакторы. 1961-1963 жылдары Республикалық қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы. Қазақ совет энциклопедиясы, тіл, әдебиет және фольклор редакциясының меңгерушісі. Қазақстан ғылым академиясы, әдебиет және өнер институтында ғылыми қызметкер болды. Алғашқы очерк әңгімелер жинағы «Алыстағы ауданда» деген атпен 1956 жылы жарық көрді. 1980 жылы 20-дан астам кітаптары жарық көрген қаламгер «Ақиқат пен аңыз» роман диалогы үшін Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығы, 1980 жылы Қазақстан Республикасы халық жазушысы, 1987 жылы «Дорогие памяти» әскери-патриоттық жинағы үшін Фадеев атындағы халықаралық сыйлықты алды. 2011 жылдың ақпанында қайтыс болды. Шығармашылығына келетін болсақ, Әзілхан Нұршайықов 20-дан астам кітаптың авторы. 9 толғау, автопортрет, жамбылға хат, әскери естеліктер, қаламгер және оның достары, өмір өрнектері, махаббат қызық мол жылдар, ақиқат пен аңыз, мәңгілік махаббат жыры сияқты туындылары бар. Бүгінгі біздің тоқталатын «Ақиқат пен аңыз» романы бұл Әзілхан Нұршайықовтың қаһармандық рухтағы шығармасы. Роман диалог 1978, 1980, 2009 жылдары жеке кітап болып жарыққа шықты. Шығармада Ұлы Отан соғысының даңқты қаһарманы гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлының азаматтық ерлік тұлғасы мүсінделеді. Бауыржан Момышұлының сонау балауса жастық шағынан бері Кеңес армиясының үздік мектебінде шыңдалу кезеңін, Ұлы Отан соғысының отты жылдарынан бастап күні бүгінгі дейінгі ұлағатты өмір жолын шынайы фактілер аясында қызғылықты баяндайды. Бүкіл оқиға автор мен кейіпкердің диалогы арқылы өтеді. Романның идеясы
отан соғысы және еңбек ардагерлерінің өмірін үлгі ету арқылы бүгінгі жас ұрпаққа патриоттық, еңбекшілдік, адалдық тәрбиесін беру. Басты кейіпкер Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры, жазушы, екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы, стратег және тактик. Шығармада Бауыржан өз айтқанынан қайтпайтын тәкаппар, өр мінезді кісі болғанын көрсетеді. Жас кезінен бастап әкесінің сөздерін жадында сақтап өскен адам, өлсе де өтірік айтпайтын, жамандық ойламайтын, ақ жүректі кісі болған. Романның жазылу тарихына келсек, 1971 жылы 1 қыркүйекте Әзілхан Нұршайықовқа Жұлдыз журналы редакциясынан Бауыржан Момышұлы туралы мақала жазу туралы тапсырма беріледі. Жинаған деректер мен мәліметтердің молдығынан 160 беттік жанры ерекше әдеби шығарма дүниеге келеді. Романның жанры роман-диалог. Романның кейіпкері Бауыржан Момышұлы реалистік образ. Жанры роман-диалог. Бірінші жақта жазылған. 11 диалог 352 беттен тұрады. Автордың өз романның пішін анықтауда диалог үлгісін таңдауы бас кейіпкер өмірінің телегей теңіздей мол шындығының, оның бай мазмұнын жинақы, сыйымды көрсетуге мүмкіншілік берген. Романның көркемдік әлемінде диалог мынандай қызмет атқарып тұр. Өмірдің шындық құбылыстарын бейнелеу құралы, адам мінезін терең ашып, жан-жақты таныту құралы, адам мен адамның бірін-бірі танып білуінің, бірін-бірі түсінуінің құралы, роман мәтінінің құрамдас бөліктерін өзара сабақтастыру құралы. Бауыржан Момышұлының жастық шағынан роман жазылғанға дейінгі ғұмырын шынайы фактілер арқылы суреттеген. Көзбе-көз әңгімелесіп, сұрақ-жауап арқылы жазылып алынған. Соғыс жылдарын толық қамтыған. Кей жерлерінде автордың монологтары кездеседі. Кітап соңында оқырманға арнай жазылған эпилогы бар. Әкесі Нұршайық пен ағасы Ниғапқа арнап жазылған. Роман арқылы Бауыржан Момышұлының құжаттары мен үлгі өнегеге толы нақыл сөздерімен танысуға болады. Қазақстандық ұлы отан соғысына қатысқандар туралы деректер бар. Жазушы ретінде Бауыржан Момышұлының еңбектері, оның жазылу тарихы туралы ақпарат алынады. Майдан шебінде абырой атаққа ие болған кейіпкердің мінезін айқын ашу үшін жазушы Момышұлына дүркін-дүркін сұрақтар қойып, өзара әңгімелеседі, ақиқат пен аңыздың ара жігін ашады. Романдағы Бауыржан Момышұлы өмірінің тарихи деректермен байланысты суреттелуі бұл бірінші әскердегі кезеңі, екінші ұлы отан соғысына дейінгі кезең және ұлы отан соғысынан кейінгі кезеңі. Әскердегі кезеңі. Бауыржан Момышұлы 1932 жылы әскердегі кезеңін Термезде өтейді. Содан кейін өзін жақсы жағынан көрсетіп, үздік қызыл әскер атанады. Атты әскер кавалериясында капитан болады. 1928 жылы аудандық атқару комитетінде 3 жыл жауапты секретар болады. Аудандық милицияда бастық болады. Содан кейін ауыл шаруашылық институтында хатшы болып, сонымен қатар рабфактың студенті болып жүреді. 1931 жылы Шымкент банкісінде экономист қызметін атқарады. Одан кейін Ленинградта финанс академиясында оқиды. 1936 жылы әскерге шақыртылады. Романның соғыс шындықтары суреттелетін диалогтерінде Бауыржан Момышұлының 1941 жылдың 16 мен 26 қарашасы аралығында Мәскеу түбінде болған маневрлі қорғаныс ұрыстары шегінде күнделікті ұрыстарды айтпағанда 27 рет шешуші шайқастарға шығып, батальонның алдына қойылған міндеттерін мүлтіксіз орындағаны, ерен ерлік жасағаны сөз болады. Осы кезең ішінде ол жау әскерінің ту сыртында 5 рет айрықша маңызды операцияларды іске асырады. Соғысқа дейін взвод командирі, рота командирі
батальон штабының бастығы болды. Соғысқа батальонды бастап кіріп, одан дивизияны бастап шықты. Бауыржан Момышұлының отан қорғаудағы осындай теңдесі жауынгерлік ерліктерін айрықша жоғары бағалаған дивизия командирі Серебряков 1942 жылы тамызда оны Совет одағының батыры атағына ұсынып, тиісті орындарға наградалық парақ толтырып жібереді. Романда Серебряковтың осы хаты толық беріледі. Ұлы отан соғысынан кейінгі кезеңде Бауыржан Момышұлы 1946 жылы Ворошилов атындағы жоғары әскери академиясында оқып, 1948 жылы бірінші дәрежелі дипломмен бітіреді. 1949 жылы Сібірде бригада командирінің орынбасары қызметін атқарады. Содан кейін 1956 жылы полковник шенімен отставкаға шығады. 1965 жылы Жазушылар одағы әскери тақырыптағы жазушы болады. 1962 жылы Кубаға сапар шегіп, Куба әсерлері атты еңбегін жазады. Шығармадағы Бауыржан Момышұлының бейнесі, ол Ұлы отан соғысының басынан кіріп, аяғынан шыққан, ерлігі елдің есінен кетпейтін талантты да қаһарман қолбасы. Ол жауынгерлермен соғысқа шынықты, соғыста шыңдалды, соғыста өсті. Ол 20 ғасырдың екінші дүниежүзілік соғыстың жасампаз жаңа тұрпатты қолбасшысы, өмірде халқына адал перзент бола білген азамат. Бірінші диалогтен бастап соңғы диалогке дейін Бауыржан Момышұлының осы роман шыққанға дейінгі танылмаған мінезінің сырлары ашылып жатады. Бауыржанның асыл да ізгі қасиеттерді бойына молынан сіңіргендігі бірден байқалады. Оны романды оқып отырғанда көз жеткізесің. Шығарманың көркемдік сипатына тоқталатын болсақ, жеңіл әрі тез оқытылатын бұл шығарманың ұтымды тұстарының бірі тіл көркемдігі. Роман кейіпкерлерінің тілі нақты және айшықты. Мақал-мәтелдер мен қанатты сөздер көп кездеседі, орнымен қолданылады. Қойылған сұраққа жауап та қысқа әрі нұсқа беріледі. Қорыта келгенде, романда Ұлы отан соғысы кезіндегі ерлік пен батылдық, алғырлық пен тапқырлық, жауға деген ызаге қат-қабат суреттеліп, патриотизм үлкен жеңістің рухани күшіне айналған. Бауыржанның халқына, халықтың Бауыржанға деген сүйіспеншілігі шынайы көрініс тапқан. Үйге тапсырма. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» романымен танысу. Романдағы қанатты сөздерден 10 сөзді таңдап, дәптерге жазу. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.